Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді қою тағамдармен керемет үйлесетін салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 қызанақ, қияр және де капуста, майонез, жүгері қажет болады. Ең алдымен капустамызды дәл осылай ұзынша етіп турап, шым-шым тұзымызды салып, дәл осылай қолымызбен езіп алатын боламыз. Кішкене капустамыздың сойылы бөлінуі қажет, және де қиярымызды да жартысынан бөле отырып, осылай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Ал енді қызанағымызды да жанынан бөле отырып, осылай ұзынша етіп турап аламыз. Барлық қызанақтарымызды турап болған соң, консервадағы жүгерімізді салып, және де үстінен майонезімізді, тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Сонымен біздің салатымыз дайын болады. Егер де менің видеом сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген тағам түрлерімен бөлісетін боламын. Менің каналыма